сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымызда бастамас бұрын алдыменен орнымыздан тұрып, сабаққа дайындалып алайық. Біз қандаймыз. Bir-birimizni qo'llaymiz. Fikrimiz qat'iylashishga qo'llaymiz. Jarayonlar o'tira qo'ydi. Sabaqqa dayinmizmi bolalar? Bo'lay bo'lsa sabaqimizni boshlaymiz. Sabaqda kim suraktарға javob beradi? Men sizlarga asıqdan бағалап o'tiraman. Javob bergan bolaga asıq beремін. Sabaqning sonunda kim qancha asıq jinaganын табатын боламыз, ya. Мен sizlarga жұмбақ жасаймын. Сол жұмбақты шешуін табамыз. Ауырсаң сені емдейді, қолынан шипа нарыған. Ақ халатты жан кім ол, көмекке әркез тарыған. Жұмбақтың шешуі өткен. Дәрігер деген кім ол? Кім айтады? Кім дәрігер деген? Ануар? Ол ауыр қалған адамдарды емдейді, дұрыс айтасың. Тағы да кімдерді емдейді? Таяна? Иә, дәрігер. Басқа қандай сөзбен айтуға болады дәрігерді? Жедел жәрдем істейді. Емдеуші, өте жақсы. Ал? Емдеуші, өте жақсы. Иманғали? Көмектесетін адам, өте жақсы бала. Дәрігер дегеніміз біздерді емдейтін адам екен. Дәрігер деген сөз басқа да мағыналарды айтуға болады екен. Емші және емдеуші деп. Яғни бүгінгі өтетін тақырыбымыз балалар синоним тақырыбы екен. Синоним дегеніміз қазір мен сендерге синоним сөзінің ережесін қосайын. Синонимдер дегеніміз мағынасы бір-біріне жақын, бірақ айтылуы әртүрлі сөздер. Мысалы, әдемі деген сөздің синонимі сұлу, көркем, әсем. Синонимдер сөйлеуге әсер етеді. Егер біз бір сөзді қайта-қайта берсек, сөйлем қызықсыз болып кетеді. Ал синонимдерді қолдансақ, ойын анық әрі әдемі шығады. Мысалы, бала қуанды деген ойда бала шаттанды. Бала мәз болды, деп айтуға болады. Мағына өзгермейді, бірақ сөйлем бай әрі қызықты болады. Қорытындылай айтқанда, синонимдер сөздік қорымызды байытатын, тілімізді көркем ететін маңызды сөздер. Бүгінгі сабақтың мақсаты балалар синонимді ажырататын боламыз және сөйлеуде қолданатын боламыз. Синонимді бір қайталап өтейік. Синоним дегеніміз, яғни мағынасы бір-біріне жақын жуық сөздер екен. Бірақ айтылулары әртүрлі, я. Мысалы, жаңа біз кітап ережеде көргеніміздей, гүл, я? Гүл қараңыз. Гүл қандай? Әдемі, сұлу, көрікті. Гүлді біз бір гүлдің өзін әртүрлі сөздермен әдемі екенін жеткізіп тұрмыз, я балалар. Енді тақтада тұрған жұмыртқалардың астында сендерге сурет жасалған. Сол суреттерді алып, атап тағы қандай мағыналары бар екенін табамыз. Бірінші жұмыртқаға кім шығады балалар? Ануар келе ғой. Ала ғой. Ішінде қандай сурет жасалған? Кітап. Кітапты тағы балалар басқа қалай айтуға болады? Оқу құралы өте жақсы. Дұрыс па балалар? Жарайсың. Ала ғой бір асық, дұрыс жауап бергенің үшін отыра ғой. Келесі кім шығады? Мейірім келе ғой. Ненің суреті? Батыр. Батырды басқа қалай айтуға болады? Ержүрек. Тағы да? Мықты. Өте жақсы, жарайсың. Дұрыс жауап берді ме балалар? Мейірім. Жарайсың, өте жақсы. Келесі үшіншідегі Жасмин келе ғой. Ненің суреті? Қыздың суреті. Қыз қандай?
Көрікті, өте жақсы. Әдемі сөзін бірнеше сөзбен жеткіздің, иә? Өте жақсы жарайсың жасымен. Браво. Келесі суретке жұмыртқаға кім шығады? Жасұлан келе ғой. Ненің суреті? Ұлдың, аха. Ауа райы қандай? Суық. Суық сөзін қалай жеткізуге болады? Өте жақсы. Суық дегенді тастай және мұздай деп айтуға болады ма екен балалар? Жарайсың, өте жақсы. Жасұлан астыңды ала ғой. Болды. Сізге қандай сөз түсті? Жасұлан? Ақылды. Ақылды қалай айтуға болады? Әдепті, тәртіпті, тағы білімді, тағы да келесі топ. Сендерге қандай сөз түсті? Сұлу. Сұлу сөзін қалай айтуға болады? Көркем, өте жақсы. Әдемі, көрікті. Сендерге қандай сөз түсті? Қорқу сөзін қалай айтуға болады? Су жүрек. Шошып кетті. Қорқып кетті. Алисоқтан? Қорқақ қашып кетті. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Жаңағы айтқан сөздерімізге, енді сол сөздерді дәптерімізге ашып жазатын боламыз, иә? Қандай сөздерді айттық? Әркім өзінің сөзін жазады. Сендер қорқуға байланысты сөздер жазасыңдар. Сендер қандай сөз шықты? Сұлуға, сендер ақылды және қуану сөздеріне байланысты мағыналы сөздерді жазамыз. Ал дәптерімізге жазайық. Ал балалар сабақтан шаршаған болса, сәл болар, иә? Мен сендерге ойын қарап бердім. Осы ойынды әдемі етіп істейміз, іздейміз, ал бастаймыз. Кішкене болса да сені алатын болайық, иә? Oyunlar oynayalım. Kim keladi? Sinonim deganimiz ne deydi? Kim keladi? Mejina keladi taqtaqa. Sinonim deganimiz ne? Javobim beriladi. Qaysi? Aha, o'qiydi. Qanday ma'nosi? So'zi. Dұрыс па балалар? Өте жақсы, жарайсың. Келесі сұрақ, жуас сөзінің синонимі дейді. Жуас сөзінің синонимі. Алдылай келе ғой. Жуас сөзінің синонимі табағы. Батыр, қорқақ, момын дейді. Жуас сөзінің синонимі қайсысы? Қандай сөз? Момын. Дұрыс па балалар? Дұрыс екен. Өте жақсы. Синонимі. Кім шығады? Жақсы келе ғой. Ескі сөздің синонимі табағы. Ескіні жаңа, көне, күшті. Қайсы ескі сөздің синонимі? Ескіге ұқсайтын сөз қайсы? Ол антоним болып кетеді. Жаңа, көне, аға. Дұрыс па екен балалар? Дұрыс. Өте жақсы, жарайсың, отыра. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды ортайық. Яқсы. Кімде неше асықтан шықты? Жасұлан, сенде неше асық шықты? Иманғали, сенде неше? 4. Өте жақсы. Алтынай? 6. Өте жақсы. Жасұлан? 6. Раяна, сенде? 7. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал балалар, біз сабағымызды аяқтайық. Бүгінгі тақырып сендерге түсінікті болса, бағдаршаның түсін таңдаймыз. Егер сендерге сабақ түсінбей қиналсаңдар қызыл түсті, сабақты жартылай түсініп толығымен түсінбей қалсаңдар сары түсті, егер сабақты мен толық түсіндім десеңдер, жасыл түсті белгілейтін боламыз. Ал келе ғой, мені бастайық. Саған сабақ түсініп болды ма бүгін? Келе ғой, Айзере.